Сәлем достар, бұл бейнемізде біз сіздерге сонау Оңтүстік Америка туралы қызықты 10 факты ұсынатын боламыз. Ендеше кеттік. Оңтүстік Америка ең үлкен континенттердің бірі. Оның аумағында өркениет әртүрлі жолдармен пайда болған. Сондықтан бұл жердің таңғажайып мәдениеті және табиғаттың керемет сұлулығы әлі де үлкен қызығушылық тудырады және көптеген туристерді қызықтырады. Оңтүстік Америка бұл бүкіл әлемде ортақ өсімдіктер мен жануарлардың туған жері. Бір кездері бұл территорияларды көптеген үнді тайпалары мекендеген. Бірақ кейіннен еуропалық отарлаушылар оны өз жолымен өзгертуге тырысып, осы ерекше мәдениетті оңай жойды. Алайда әлі күнге дейін материктің кейбір бөліктерінде бұл мәдениеттердің кейбір зерттелмеуіне байланысты қызықтырарлық болып қала берді. Жануарлар дүниесінің қызықты өкілдері. Оңтүстік Америка ең улы бақалар саны бойынша рекордты иеленеді. Бұл өте кішкентай тіршілік иелерінің бірі бақа. Денесінің ұзындығы 30 мм-ден аспайды. Олар сондай жабысқақтығының арқасында кішкентай тырнақтардың көмегімен ағаштармен қозғалуы сәтті жүзеге асады. Дененің ашық түсі келіп кетер жауларға қауіп туралы сигналды ескертуге арналған. Бұндай бақалардың ең басты қаруы денесінде бөлінетін улары. Бұл бөлімге апаратын удың кішкентай мөлшерінің өзі адамға өте қауіпті болып есептеледі. Ең үлкен көбелек Тизания агриппина. Бұл да Оңтүстік Америкада өмір сүреді. Елестету қиын, бірақ оның қанаты 31 сантиметрге жетеді. Басқаша айтқанда, Тизания мөлшері өте үлкен құстан да асып түседі. Сондай-ақ әлемдегі ең кішкентай маймылдар да осы континентте тұрады. Ересек маймылдың мөлшері 15 сантиметрден аспайды, ал салмағы болса 100 граммды құрайды. Өлшемдері. Оңтүстік Америка әлемдегі ең үлкен 4-ші құрлық. Оның ауданы шамамен 19 миллион шаршы километрді құрайды. Ал 2011 жылғы мәліметтер бойынша халық саны 387 миллиондай адам. Материк аумағында 12 ел. Олардың ішіндегісі ең ірі Бразилия мен Аргентина және Францияның шетелдегі бір бөлімі Гвиана орналасқан. Оның ресми ақша бірлігі еуро. Сарқырама. Оңтүстік Америкадан сіз Анхель деп аталатын әлемдегі ең биік сарқыраманы таба аласыз. Су ағынының үздіксіз құлау биіктігі 807 метр. Шөл. Чилиде біздің ғаламшарымыздағы ең құрғақ шөл орналасқан. Ол шөл Атакама деп аталады. Және бұл шөлге жаңбыр жаумағанына 400 жыл болған. Халық саны. Оңтүстік Америка үлкен құрлық болғанына қарамастан, ондағы халық саны Қытаймен салыстырғанда 4 есе аз. Оңтүстік Америка халқының 3-тен 1 бөлігі 15 жастан төмен. Материкті әлемге ашушы. Оңтүстік құрлыққа келген алғашқы адам әйгілі жиһанкез Христофор Колумб. Спорт. Құрлықтағы ең танымал спорт түрі футбол болған және солай болып қала береді. Сонымен қатар Бразилия құрамасы әлем чемпионаттарындағы жеңістер саны бойынша абсолютті чемпион. Мемлекеттік тіл. Құрлықтың барлық дерлік елдерінде Гаяна, Суринам және Бразилияны қоспағанда испан тілі мемлекеттік мәртебеге ие. Ылғалдылық. Оңтүстік Америка ғаламшарымыздағы ең ылғалды құрлық.
Ірі қаласы оңтүстік Америкадағы ең үлкен қала Бразилияның Сан-Паулу мегаполисі. Оның ауданы 1523 шаршы километр, ал тұрғындар саны 12 миллион адамнан асады. Осымен видеомыздың соңына келдік. Бейнеролик ұнаса, лайк басып, таратуды ұмытпаңыздар, және өз ойларыңызды пікірге жазып қойыңыз. Ал бізге әлі тіркелмесеңіз, подписацияны осылай басып, жаңа бейнелерді жіберіп алмас үшін қоңырауды бір басып қойыңыз. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар.